келмеді, әрбір ұйықтайын ба деп. Ұйықтап кеттіңіз ғой, ұйықтап бір ояндыңыз ғой. Сөйттім ба? Түсінбей жатсыз ба? Көзімде мынау печень бар ғой, печень, пупок. Үшеуі бір связкада негізінде. Мына қуықты босатып едім, жаңа напор күшейді деп жатсыз ғой. Кішкене дәретке барған кезде қалмай. Сосын мынау ұзақ уақыт мына қуығыңыз былай кетіп қалған етін де. Содан кейін мынау стопы сол ауыртып жатыр. Сол қисайып кеткен, уже көп болған мынаған. Мен сізге жаңа жаттығуды беріп қоямын. Сол жаттығуды үнемі қайталап тұрасыз. Потому что мына связка бәрі бір күн қайттан келуі мүмкін. Оны үйрету керек та организм соған. Қазір печеніңіз бәрі жақсы. Ұйқы безде жақсы болып тұр. Дәретке барып жатсыз ба нормально? Қазір құдай не ғой, нормально ғой, бірақ уже бұрын через суткада ғой, қазір уже бір жарым сутка сондайда шығар. Неге, үлкен дәретке ма? Иә. Кіші дәретке қалай шығасыз? Оғанда не ғой? Проблема жоқ,